Ассалаумағалейкум, қазақ елі, азаматтар, азаматшалар. Менің есімім Қуат болады. Осы тіл майданында негізі қазақи ұлттық қасиетті өз ана тілімізді қорғап жүргенімізге 7 жыл болды. Оның алдында да қазір бірақ нақты заң аясында іске кірістік. Үлкен супермаркетқа сотқа бердік Алматы қаласында. Және бүкіл Қазақстан бойынша сол бүкіл халықтық акцияға кірісіп жатыр. Астана, Қостанай, Құдай қаласа сотқа бере бастайды. Біз өзіміз қазақи өз тілімізді өзіміз қорғамасақ, ешкімге бұл керек емес. Бөтен ұлт келіп біздің тілімізді қорғамайды. Олар сырттан күліп жүре береді. Бәрі орысша бола берсін, қайтесің, оны Совет одағынан қалған, үйреніп қалған. Сол жүрегі қазақ деп соғып жүрген кісілерге осы біздің үйімізға қосылуға шақырамын. Есік ашық. Негізі бұл халыққа үндеу. Халыққа бәрі кіреді. Мұғалім де негізі қазақ деп жан ашып жүрген юрист, адвокаттар бар ма, спортшылар бар ма, бәріңізге де есік ашық. Болды, жетер енді қазақтар. 30 жыл шыдадық, енді астыдан өзіміз талап етпесек, бізге ешкім, өйткені қазақ тілі әбден басып тастады да қазір. Одан қазір таможенный союзға кірген сайын орыс тілі көп болып, қазақ тілі сырылып жатыр. Соны қорғау мақсатында осы Алматыда, Құдай қаласа, осындай бір қозғалыс ашамыз. Әлі білмеймін атауы қандай болады. Осы 3-ші отырыс сотта қолдаушылар көп келді. Түркия азаматы Оғыз Доған, Доскөшім ағамыз келіп, өздері келіп қолдады. Айтты, мақсат дұрыс. Енді олар да сотқа беру процестерін бастайды. Және бүкіл қазақ халқы осы акцияға қосылыңыздар. Солтүстік, батыс, оңтүстік, бүкіл шығыс бәріңізде осы акцияға қосылыңыз. Біз юристік көмек жасаймыз. Кішкентай кітапша, Құдай қаласа, шығарамыз. Әрбір қазақ азамат заң сондай бұзылса не істеу керек? Қозғалыс тек заң аясында болады. Біздің мақсатымыз Конституцияда мемлекеттік тіл қазақ тілі, бүкіл мекемелерде бірге орыс тілі қолданады деген пунктты алып тастау мақсатымыз. Нақты мақсатымыз сол. Тек қана бір тіл, бір мемлекет болу керек. Екі тіл болса, быт-шыт болып кетеді. Ол жақсылыққа келмейді. Сол, құрметті достар, осыған қосылыңыздар. Мен Facebook парақшамда бармын, Қуат Ахметов деген. Сонда кіріп, негізі осы посттың астында комментария, өз ұсыныстарыңызды қалдырыңыздар. Бізде диктатура емес, демократия. Кім қандай ұсынысын етеді, бүкілін құлақпен естіп талқылаймыз, бәріміз бірге халық болып. Руза апамыз бар, тіл жанашыры Павлодардан, сол кісі бізге қосылып жатыр. Оғыз Доған досымыз, Түркия азаматы болса да, ол да бізге көмек жасайды. Астанадан бір жігіт банкке сотқа беріп жатыр. Астанадан, Қостанайдан, Алматы негізі осында ашатын ойымыз бар. Сол бүкіл халықты шақырам. Өзіміз осы қолмен жасамасақ, біз бөтен ұлттар бізге келіп қазақтарға жасап бермейді. Сол бәріңізді осы бүкіл халықтық қозғалысқа қосылуға шақырамын.